Мен Ұлан каналыма қош келдіңіздер. Мен қазір Алматы қаласындамын. Бағана Алматы бір вокзалында бір кісімен сөйлесіп келе жатырмын. Енді жұмыс бабымен ғой. Сонымен көше шамдары бар ғой. Көшенің светі. Сол жерде темірге мына қырғыздың туы қадалып тұр екен. Бірақ былай қадалып тұр да. Былай. Адамдар ары бері өткен кезде кәдімгідей аяқтарына тиіп өтіп баратыр. Енді мен асығыс болдым да, сонымен өтіп кеттім. Бірақ көңілімде қалды. Мына туды адамдардың аяқтарына тиіп тұрғаны-ай деп. Сонымен айналып келдім қайтадан. Осы ту үшін бардым негізі. Айналып барып туды өзімен бірге алып кеттім. Адамдардың аяғында бұл тудың әркімнің аяғында бір тигенін қаламадым. Бұл өзіміздің көршілес бауырымыз, қырғыз бауырлардың тулар ғой негізі. Үйге барып өзімнің жұмыс үстеліме қойып қоям. Енді мен өзім тарихшы жігітпін. Жалпылама өткенді қопарып, тарихты қозғап, қырғыздар осындай деп айтудың қажет жоқ. Негізі қырғыз халқы жақсы халық. Бізге жұмыс орнымызға келген негізі қырғыз бауырлар. Сол кезде өздерімен бірге тамақ ала келген студенттер ғой. Өздері тамақ жемей, ауыз тиіңіздер деп бізге жаңағы дастархан жайып қойып, бір дастархан басында қырғыз бауырлармен тамақ ішкенмін негізі. Жақсы халық қой. Қазақ қырғыз бір туған дейді ғой. Сондықтан өз басым қырғыз халқын құрметтеймін. Енді екі халықтың арасында да арандатушылар болады ғой негізі. Сондықтан ондай сөздерге ермеңіздер. Қазақтар қырғыздарды жақсы көреді, және де қырғыз ағайындар да қазақтарды жақсы көреді. Әрдайым екі мемлекет татулықта болайық. Мен сіздердің туларыңыздың жерге жатқанын қаламадым. Өзімнің үстеліме қойып қоямын негізі. Түркі халықтары мәңгілік татулықта болсын. Және де мен өзім қазақпын. Және де барлық түркі халықтарын мен жақсы көремін. Татулықта, амандықта болайық. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.